шошқа мәселесіне келетін болсақ, мына мен официально всегда кімді шошқаны айтқанда жылқы малын салыстырып кетемін. Жылқы мінезді қазақ дейді. Қазақ жылқы мінезді. Қазақ деген жылқы мінезді дейді. Адам неше соған ұқсайды екен расында да. Егер кедергі соңында бір сіздерге бір фильм көрсетіп берейін, тағы да менің бір балаларым дайындап беріп кеткен бір кім бар. Мына кімді әлгі жылқы малы суды жүзіп жүруші еді. Алдында бір жылқы осы ішпейді. Баяғыда кішкентай күнімізде ана биемізді апарып ұстаймыз әлгі. Ауылдың малына қосамыз кешке қымыз сауып. Сол кезде жас балалар қарсылдатып міне шауып қойса, биені түсіп кетеді, жүзіп кетеді алға қарай. Алдында бір бие болса, жарысып алдына шығып барып шу керек. Оның үстінде құлақ баламда суға деп өзіңіз жалақ қойып отырасың. Бірақ баласың ол кезде. Сол кезде ойлайдым, бұл неме соншама менікі жүзіп кетеді осы. Жүзіп кететін таза су ішеді екен ғой жақты. Шөптің тазасын жейді, бидайдың тазасын жейді. Біз дәрігерлер айтамыз, самый лучший каша, овсяной каша дейміз. Оның ең жақсы көретін сұлы. Қараңызшы, шөптің тазасын бәрін айтады. Ал енді өзі бір үйір жылқыны айғыр өзі ие болады. Қызғанады. Екінші айғырмен төбелесіп өлімге дейін барады, өлтіріп жібереді бір-бірін. Егер қажет болатын болса. Ал енді өзінің құлыны өсіп, дөнен болып айғырлы құруға жарағанда оны қуып шығады. Қан жосағып тепкілеп. Неге? Чтобы онда әлгі родственный скрещение болмау үшін. Қарасаңыз ол зоветный институт бітірген жоқ, селекция инженер оққан жоқ, таңғаламын мен часто. Алла тағала оған салып қойды, қараңызшы. Мына генетически қосылмау керек, қарасаңыз. Өзінің байталына шаппайды. Еш уақыт өз байталына шаппайды, қараңызшы. Қандай выбор, қандай таза жануар. Доңыз деген не нәрсе? Доңыз деген өзінің боқсыздығын жей береді. Адамның боғы жеп қояды, өзінікі жеп қояды, крис өліп жатыр жеп қояды, ит өліп жатыр жеп қояды, адам өліп жатыр жеп қояды, доңыз өліп жатыр жеп қояды. Өлейін деп жатса да жеп қояды. Өз көзіммен көрдім, бір әлгі қабанның бүйтіп секіргенде мынандай шегеге қарын жарылып қалды дейді. Өзі әлгі қожайындары әлгі маскүнем арақ ішеді, ішіп кетіпті, ана қабандар жүр, қарындар ашып жүр ғой енді. Bir кезде біреу келіп тілмен жалады, бір кезде екіншісі келіп жұлды, үшіншісі шайнап сонымен жеді бастады әлгі. Шыңғыртып тірідей жеп қойды әлгіні өлгенше. Өліп үлгермейінше жеп қойды әлгіні. Астапыралла деп жағамды ұстадым, көзіммен көргенім осы міне. Өзінің торайын жеп қояды. Өзінің торайын түк білмағандай жеп қояды. Животный каннибал. Каннибал деген себе подобный жейтін жануар. Животный каннибал. Өз сияқты күндер жейді. Сондықтан қатыгез. Міне біз соны жегеннен бері біз бір-бірімізді жеп көреміз. Сен ол шошқаны сіздерлік сура саласын жемедім деп отырсыздар ғой. Ол сізге шошқа деген қалай келетінін айтамын мен. Қалай желініп, қалай осы уақытта біз оны жеп келгенімізді. Тура жеңіз. Сонда мына адамдар бір-біріне қатты. Өзі мынау не нәрсе? Бір-бірімізді сомневать етіп, бір-бірімізден подозревать етіп, бір-бірімізден үркіп тұрамыз. Паникаға түсеміз. Шошқа деген жануарды түртіп қалыңызшы кеп. Бүкіл жарты таразыға шыңғырады, жандаушы. Рас па? Паникаға түсіп, денесі дір-дір жүрегі жарылып өледі, даже кейбіреу қорқақ сондай. Сондай қорқыныш бізге түседі да. Ана мұсылманда мысалы таза шошқа жемеген мұсылманның жүрегі сабырлы. Сен бір нәрсе жәрдем сұрасаң дейді, намаз оқып сабыр сақтап сұра дейді Алла. Сабыр деген ол шошқаға берілмеген. Шошқа жануар сабырды білмейтін екен. Сондықтан ол паникаға түседі, ол сондай бір қасиетсіз жағдайға түседі. Доңыз деген сондай бір жеркенішті сасық жануар. Сосын ол жануарда не істейді? Ол өзінің шешесі ме туған, өзінен туған ұрғашысы ма, тумаған ба, туған ба, шеше ме, қандай қарым-қатынас қарамайды, бірінен бір көбейе береді. Екінші мәселесі, бір қабанға секіргенде қызғанбайды, оған көмектеседі екіншісі. Жоқ, неге? Доңыз. Человек есть то, что он носит, бір Европаның ученые. Человек есть то, что он есть. Адам не жейсі, соған ұқсайды. Міне қараңыз, мәселе қажет. Доңыз деген жеркеніш қасиетін білмейді. Аяушылық қасиетті білмейді. Ешқандай, тек қана өз қамы, өзінің тамағы болса, өзінің тамағы, ал енді біреу түртіп қалса жаны шығып қорқады, өзін өзі қорғайды, сол үшін любой преступлениеге барады. Вот сондықтан біз өзімізді қорғау үшін любой преступлениеге барамыз, взятка да береміз, харамды жасаймыз, кредитті аламыз, бүкіл харамның бәрін жасаймыз, біреуді сатамыз, біреуді атамыз, не істесек ол кісіні өлтіреміз. Неге? Себебі біздің мына қанымызға кірген пәлекет, мына жануардың бүкіл менталитеті, психологиясы біздің бойымызға сіңген екен ғой. Жануар, мына қазақ қалай соны біліп тұр? Мен Аяз би деген кімді оқып отырып таң қалдым. Аяз би деген бір кімді оқысаңыз, осы психологияны түсінуге болады. Аяз би деген кімде жазады? Бір патша болады, әлгі патшаның 40 уәзірі болады, қысқа ғана айтып тастайын. Әлгі 40 уәзіріне маған дейді құстың жаманын, әлгі енді шөптің жаманын, сосын адамның жаманын алып келдіріп жүреді. Енді әлгілер барады бір қарақойға деген бір шөп, қарақойға деген шөпті алады, ол әлгінің жоқ қарақойға емес айтпақшы, кімді алады әлгі? Сексеуілді алады. Шеңгелді алады. Шеңгелді алады да, сосын екінші ана кімді құстың жамауылды қырғауыл деген құс алады да, үстінде жүні жоқ. Жоқ, ана уәзірлер, қырғауыл деген бір үстінде жүні жоқ құс екен, қырғауыл деген бірдеме деп атайды. Әлгі құсты алады. Енді келе жатса, адамның жаман деп тұрса, бір қап-қара қожылақ, жыртық бір сондай бір құлсыз бір адам келе жатыр екен, әлгі 40 уәзір шаршап бүйтіп қарап тұрса